Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ халқы. Қандай ән қарап көрейік. Шашбаулым әні. Бізге түскен тапсырыстардың бірі. Ал, үйренейік. Бірінші пернені ұстаймыз. Бір рет төмен қағастыр. Кейін алтыға барастыр. Бас бармақсынан параллельно. Осындай қағаз. Алтыға кергенде төмен жоғары қағылады. Бір рет міне. Сосын тағы да төмен жоғары қағылады. Көрдіңіз ба? Міне. Осылай, сосын одан кейін тағы осылай, қосқанда күн бір сырға таққаның деген жері. Әрі қарай асты 4-ке барады. Төмен, кейін 6, төмен 8 асты жоғары. Болады, сюда. Осылай болады, Кейін 6-ға қайырдан келеді асты. Осы жерде, осы қағысымыз, төмен жоғары қағысымыз 2 рет тұрады екен, 2 рет міне. Қона қалған бойыңа деген жері. Бірінші қайырмасына куплетінің бірінші алғаш жолы, Енді қосайық қана. Ойнадық. Күнбұрнан шашбаулым деген жер. 6-да тұрасыздар. Төмен қағамыз 1 рет. Жоқ, төмен 1 рет емес, төмен 2 рет қағамыз. 2 рет. Сосын асты 8-ге барады. Жоғары қағылады. Сонда бұлай болады. 8-ге барады, жоғары қағылады. Сосын 9-ға барады асты. Бұған да 2 рет төмен қағастыр. Сосын қайрадан 8-ге барады, жоғары кетеді. Түсіндік па? Соны қосқанда 6-да 2 рет, 8-ге жоғары, 9-ға 2 рет төмен, тоже 8-ге жоғары. Осылай болады. Кейін 1-ге барастыр. Төмен 2 рет. Сосын 2-ні ұстайсыздар, жоғары кетеді. Осылай болады. Сосын ашамыз, ештен ұстамаймыз. Ашамызда тағы да төмен жоғарымыз 2 таг ойналады. Осылай. Енді осы жерін қосайық қана. Жасадық. Міне осы жерде аккордты дұрыс ұстай білу керек. Әр түрлі ойнау бар, енді міндетті. Деп асымен ойнасы болады. Бұлай ойнады. Мен көбінесе сол аккордта сақталсын деп, қиын болып жатса да, мүмкін қиын шығар сол жол, бірақ сол аккордта сақталсын деп, бұлай дұрыс аккорд ойнауға ойнаймын, тырысам, өзімді сөйтіп үйретуге тырысам солай. Бұлай болады. Мұнаны ұстайсыздар бірді. Төмен, кейін 2, үстін 4, төмен жоғары кетеді. Жоқ, шатастым. Бұлай кетеді екен.
қосыла кетеді екен. Екіні ұстаймыз. Жаңағы бұл аккордтың дұрыс сақталуына көмектеседі. Енді өзіңіз қосылып айтқаннан кейін оны сезесіз. Сонда сезесіз айтып отқанда. Бұлай мүмкін білінбейді де шығар. Төмен, сосын екіні параллельно ұстайсыздар. Астынан да, үстінен де екі. Төмен, жоғары. Кейін төртті төмен жоғары ұстайсыздар. Параллельно ұстайсыздар. Бұған да төмен, төмен жоғары. Жоқ, бұған төмен. Кейін 6 параллельно. Бұған да төмен, жоғары кетеді. Бұлай болады. Сонда қосқанда бұлай болу керек. Кейін асты 4-ке барады. Төмен. Сосын 6 төмен олды. 8 жоғары кетеді. Осылай болу керек. Кейін сосын 6-ға келесіздер. Бұған төмен, төмен жоғары. Бірақ жаңағы бір так қана ойнайсыздар. Сонда қосқанда бір так, сосын бұл жерде енді секіртпелі жерлері тез болғандықтан үстін қоспая қоюға болады. Қараңыздар, асты бір болады. Бірді төмен, бірді қағасың. Сосын 4. Бұған да төмен, 2 жоғары кетеді. Сосын қайрадан бірге келесіздерді төмен 2 рет қағамыз. Сосын ашамыз, жоғары кетеді. Қосасыздар. Сосын одан кейін 1, сосын үсті 2 болады. Бұған төмен. Сосын ашасыздар. Төмен жоғары болады. Сосын қайрадан бірге келесіздер. Бірде төмен-төмен 2 рет қағып, сосын ашамыз. Осыған деген осы екеуін қосатын болсақ, осылай болады. Енді осы жерге дейін қосып көрейік қана. Кейін 1, 2 үсті, төмен, сосын бас бармақ бірге барады, параллельно, төмен жоғары кетеді. Осылай болады. Сосын үсті ашылады. Осы жерде төмен, төмен жоғары қағысымыз 4 так ойналады. Өйткені бұл бізде куплет аяқталып жатыр. Сосын одан кейін екінші тағы да куплет кетеді. Енді сол соңғы жолын көрсетіп жіберейін. Сол 4 такты ойнап тұрғанда бүйтіп тұрсаңдар болады. Бірінші доляға, бір сазоға ұрғаннан кейін артынан түртіп отырасыздар. Енді бұл әдемілік үшін енді қатты қажет емес. Енді осыған дейін бекітеге куплет. Басындағы мына кезге мен айттым ғой 2 так деп. Бұны да жаңағыдай 4 так ойнасаңыздар болады. Өйткені әдетте на-на-на-на-на-на-на деген айтқан жерде созады. Сондықтан созуға байланысты бұл жерде 4 так ойнасаңдар болады. Мен жаңа 2 так айтып қойыппын. Жаңа созатыны ұмытып кетіппін. Созады ғой. Сондықтан 4 так. Кеттік. Созды. Ойналды. Және осы ойнаған үйренгенімізді тағы да қайталаймыз.
на шашбаулым дегеннен кейін де возможно тактарыңызды созып ойнауға болады. Яғни мен жаңа екі ары ойнаттым ғой. Мүмкін 3-ке дейін апаруға болады. 4-ке дейін апаруға болады. Бұл енді өзіңізге байланысты. Кейбірде мен сөйтіп созам, кейбірде қысқартып тастауым мүмкін. Өйткені өзім ән айтқандықтан бір неге бағытқа ұстанбаймын. Әртүрлі айта беремін, сондықтан да мүмкін бір жерде үйретіп жатқаным осылай, бір жерде басқаша болып кетуі мүмкін. Оған айып етпеңіздер. Ең бастысы әуен бұл жерде. Созу ол сізге байланысты. Қанша созасыз, қанша ән етесіз. Так, әрі қарай. Қайырмасы. Қайырмасы. Бұнда негізгі әуенді үстіңгі шек ойнап жатыр, бірақ екі шекті тартып ойнаймыз. Осы жерде бірінші пернені ұстайсыздар астынан, сосын төмен 2 рет қағасыр. Одан кейін үстіңгі жабылады, жоғары кетеді. Сосын үстіңгі пернені, үстіңгі екінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Төмен 2 рет. Төмен 2 рет. Тіпті төмен жоғарыға қалады. Сосын қайрадан бірге келеміз бас бармақпен үстігі. Оңай түрін үйретіп атмыз сіздерге. Бұл жерде бірге келгенде тағы да төмен жоғарыға қалады. Қосамыз. Тұсы ашылады. Төмен жоғары. Және осы жаңа үйренген жеріміз бізде 2 рет ойналады. Сыңғыр шолы шашбауым, жарасады таққаның. Енді жарасады дегенге де осы әуенге де. Тағы да ойнаймыз. Ойнадық. Осы сәнің тұрғанда деген жері. 1, 2, төмен, ұстайсыздар, ашасыздар, төмен жоғары кетеді. Одан кейін бірді ұстайсыздар, төмен 2 рет қағасыздар, кейін 2 жоғары кетеді. Осы жерге дейін қосайық. Кейін жасадық, одан кейін тағы да 1 төмен, 2-ге келгенде төмен жоғары кетеді. Осылай болады. Одан кейін 6, үстіңгі 7. Осы жерде бағана біздің қағысымыз, тагымыз 4-ке барады. Төмен жоғары қағысымыз 1 рет, 2 рет, 4 рет осылай. Енді осы жерден қосайық. Сосын ойнадық. Осы жері таныш шығар. Бұл біздің бағанағы куплеттегі ойнаған әуеніміз аяқталды ғой. Дәл сол әуен ойналады. Яғни 1, сосын төмен, 1-ді төмен, 4 төмен, сосын 2 жоғары. Сосын 1-ді 2 рет, сосын ашамыз, жоғары кетеді. Одан кейін 1, 2 үстін ұстаймыз, төмен, ашамыз, төмен жоғары кетеді. Кейін 1 үстінен параллельно 1-мен ұстаймыз тоже. Бұл жерде енді аккордқа байланысты, яғни ұстайсыздар, төмен 2 рет, сосын ашасыздар астын, жоғары кетеді. Кейін 1, сосын үстіңге 2, төмен 2 рет, сосын бас бармақпен ұстаймыз 1-ді, жоғары кетеді. Ашамыз. Бағанағы қағыс тағы да кетеді. Бұл бізде тағы да 4 рет ойналады. Сонда осы 4-ші жолды қоссақ, жаңа қайырмасына келеді ғой.
ойнады, және қайырмасы тағы да ойналады. Екінің қайырмасы бізде 2 рет ойнады. Бітті, міне осылай аяқталады екен. Міне осылай аяқталады бізде. Осымен сабақ аяқталды. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта аманшылықпен кездескенше. Ассаламуғалейкум.